Саламатсыз ба? Бүгінгі тегін сабаққа қош келдіңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі сабақ сізге өте пайдалы болады деген ойдамын. Өйткені бүгін сізге жалпы домбыра аспабын үйренудегі ең оңай әдісті, ең оңай жолын айтып беретін боламын. Енді сабақ бастамас бұрын сізге бір екі түрлі сыйлық дайындап қойдым. Осы сабақты соңына дейін көрсеңіз, осы екі сыйлықты осы сабақтан кейін алып кете аласыз. Біріншісі ол Алаш аманаты күйінің сабағын сізге тегін беруге дайынмын. Яғни бұл 10 мың теңге тұратын сыйлық. Сол сабақты сізге тегін беруге дайынмын. Ол сабақты алу үшін мен осы сабақтың барысында әріптер жасыратын боламын. Жасырған әріптерді бөлек-бөлек сабақтың соңына дейін көрсетіп отырамын. Сол әріптерді қосқан кезде бір сөз шығады. Сол сөзді маған осы сабақтан кейін жазып жіберсеңіз, сізге осы Алаш аманаты күйінің сабағын сізге жіберетін боламын. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Сондықтан сабақты жібермей соңына дейін мұқият қарап отырыңыз. Сол арасында шығатын әріптерді жазып, соңында сол әріптерден шығатын сөзді маған жекеге жазып жіберіңіз. Енді келесі екінші сыйлық, бұл кішкене құпия сыйлық болып қалсын, кішкене интрига болсын, оны сабақтың соңына қарай уже білетін боласыз. Әрі қарай кеттік. Сабақты бастамас бұрын бірінші сізбен өзімді таныстырып жіберейін. Мен есімім Нұрбол, фамилиям Алдан. 1995 жылы Қызылорда облысы Байқоңыр қаласына дүниеге келгенмін. Ең алғаш мен домбыраға 11 жасымда бардым. Яғни кәдімгі 5 жылдық музыкалық мектепке бардым. 11 жасымда барып, оны 9 сынып бітірген кезде музыкалық мектептің 4 сыныбын бітіріп, ары қарай осы Алматы қаласындағы Петр Ильич Чайковский атындағы музыкалық колледжге 16 жасымда келіп оқуға түстім. Яғни осы домбыра аспабын ары қарай мамандық ретінде жалғастырдым. Енді оны 2016 жылы бітіріп колледжді осы Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына оқуға түстім. Оны 2020 жылы карантин кезінде бітіріп шықтым. Енді 11 жасымнан бастап 2020 жылы, яғни 24 жасыма дейін есептегенде 13 жылдық білімім бар екен, яғни осы домбыра аспабын 13 жыл оқыдым. Ал домбырадан сабақ беру стажы дейді ғой, сол да дәл қазіргі уақытпен есептегенде бір 13-14 жылға жақындап қалады. Өткен осы колледждің 2-3 курсынан бастап мен уже оқушыларға сабақ беріп бастадым. Бастапқыда жеке сабақ бердім, офлайн, одан кейін топтық, консерваторияда оқып жүрген кезде онлайн сабақ беріп бастадым. Енді қазіргі уақытпен есептегенде бір 14 жылдың ішінде мен 600-ге жуық офлайн оқушыға сабақ бердім, 1000 жарымға жуық адамға онлайн сабақ бердім. Сонымен басы аяғы есептегенде 2000-нан аса адамға осы уақытқа дейін 14 жылдың ішінде сабақ берген екенмін. Яғни білімімді 13 жылдық деп алсам, жағында сабақ беру тәжірибем де, стажым да сол 13-14 жыл болып қалады. Мына жерде менің Instagram аккаунтым жазылып тұр, Нұрбол правил домбыра деп. Осы аккаунтқа тіркеліп алсаңыз болады. Ол жақта мен пайдалы тегін ақпараттар, тегін сабақтар салып тұрамын. Жалпы өзімді қысқа ғана таныстырсам осы. Енді жалпы қазіргі таңда домбыра үйренудің 3 түрлі әдісі бар. Ол бірінші нота, өзіміз білетін, екіншісі құйма құлақ, яғни слух, үшіншісі бізде сандық жүйенің методикасы. Мен сізге бүгін таныстыратын, көрсететін методикам осы сандық жүйе методикасы. Бұл методика туралы сіз білуіңіз де мүмкін, немесе білмеуіңіз де мүмкін. Өйткені бұл методика кеше шыққан методика емес, бұрыннан бар методика. Енді бұл жерде ат айтып тұрғандай, санап отырып үйренесіз, ат айтып тұр, сандық жүйе. Сосын бұл жерде сізге мысалға осы методикамен үйрену үшін нота біліп қажет емес, слухтың болуы тем более міндет емес, керек емес. Тек қана сіз бұл жерде 19-ға дейін санай алсаңыз болды. Енді не үшін 19-ға дейін деген сұрақ туындайтын болса, мен сізге айтайын. Бізде мына домбыраның мойны болатын болса, осы домбыраның мойнында бізде 19 перне бар. Перне дегеніміз осы біз ана домбырадағы бүйтіп басып ойнайтын жерлеріміз осы перне деп аталады. Яғни аралар бөлініп тұр, көрдіңіздер ғой. Яғни домбыраның басы, осыдан кейін сразу бізде мойны басталып кетеді. Мойнындағы пернелерді біріншісінен бастап санаймыз, 1, 2, 3, 4. Соңына дейін санап шықсаңыз, сізде 19 перне шығады. Яғни сіз бұл жерде бар жоғы 19-ға дейін санай алсаңыз болды. Енді бұл нені білдіреді? Бұл осы әдіспен, осы методикамен домбыраны кез келген жастағы оқушы үйрене алады деген сөз. Яғни бізде 19-ға дейін 4-5 жастағы баладан бастап ары қарай санай береміз барлығымыз.
Сондықтан сіз бұл жерде сізден талап етілетін нәрсе тек қана бірінші желание, яғни домбыра үйренуге деген, екіншісі 19-ға дейін санай алсаңыз болды. Енді қазір мен сізге осы методиканы тереңірек, толығырақ түсіндіру үшін Еркемай әнін алдым. Еркемай, яғни ол бәрімізге белгілі Еркемай дейтін ән бар ғой, халық әні. Бұл біріншіден барлығымызға белгілі ән, екіншіден бұл ең оңай әндердің бірі. Осы методиканы түсіндіру үшін сізге осы әнді таңдап алдым. Яғни осы әнді біз қазір осы методикамен қазір уже 5 минуттың ішінде сізбен осы әнді үйреніп шығамыз. Енді қараңыз, осы жерде бірінші ауызша түсіндірейін, одан кейін домбырада практикада бірге үйренетін боламыз. Мына жерде сіз екі сызық көріп тұрсыз, ұзын екі сызық. Бұл дегеніміз домбыраның екі шегі. Яғни біз білеміз, домбырада екі шек бар. Яғни міне астыңғы шек, үстіңгі шек. Біз осы қағатымыз шек, домбыраның шегі. Яғни қасына жазып қойдым, А деген сызық, ол домбыраның астыңғы шегі, дегеніміз ол үстіңгі шегі. Яғни біз үстінде тұрған сызықты домбыраның астыңғы шегі деп аламыз, астында тұрған сызықты үстіңгі шегі деп аламыз, керісінше. Түсінікті ғой? Енді осы сызықтардың бойында, яғни домбыраның шектерінің бойында бізде сандар тұр. Астыңғы шектің бойында 4, 7, 7, 4, 5, 9 деген сандар тұрса, ал үстіңгі шектің бойында тек қана 5 және 7 деген сандар тұр. Көрдіңіз ғой? Бұл дегеніміз домбырадағы кәдімгі жаңағы айтқан домбырадың перненің сандары. Яғни жаңа айттым, бізде 19-ға дейін 19 перне бар деп. Бұл сандар осы домбыраның бойындағы перненің сандары. Түсінікті ғой? Яғни астыңғы шектің бойында сіз 4 деген сан көріп тұрсаңыз, бірінші, яғни астыңғы шектен 4-ші пернені басасыз деген сөз. Үстіңгі шектен 5 деген сан көріп тұрсаңыз, бұл үстіңгі шектен 5-ші пернені басасыз деген сөз. Енді бізде келесі білу керек нәрсе, осы сандардың астында бізде қазақша П және ағылшынша В деген нелер тұр, әріптер тұр. Бұл П деген төмен қағыс, В деген жоғары қағыс. Түсінікті ғой? П деген әріп көрсеңіз, жоғарыдан төменге қарай қағыс, В деген әріп көрсеңіз, төменнен жоғары қарай қағыс. Бұл жерде сізге білу керек нәрсе осы үшеуі ғана, яғни екі сызық, домбыраның екі шегі, одан кейін сандар, домбыраның бойындағы перненің сандары және әріптер осы сандардың астындағы, яғни қағыстың түрлері, П деген төмен, В деген жоғары қағыс. Енді давай осыны қазір сізбен бірге домбыраңыз болса бірге алып, менімен бірге қосылып, осы әнді қазір үйреніп алсаңыз болады. Енді практикада домбырада ойнап сізге көрсетейін, үйретейін осы әнді, осы методика арқылы. Енді қараңыз, бізде мына жерде байқасаңыз, үстіңгі шекте тек қана бір сан қайталанып тұр, 5, 5, 5, 5, 5, 5 деп. Ал астыңғы шекте сандар бізде жиі ауысып жатыр. 4, 7, 7, 4, 5, 9. Бұл нені білдіреді? Бұл бізде негізгі мелодия домбыраның астыңғы шегінде жүреді деген сөз. Түсіндіңіз ба? Негізгі мелодия домбыраның астыңғы шегінде жүреді. Мысалға, біз үстіңгі шекті баспай-ақ та тек қана астыңғы шекпен ойнасақ, бәрібір сол мелодия шығады бізге. Басқа мелодия шығып кетпейді. Үстіңгі шек не үшін десеңіз, бұл қосымша ретінде басылады, дыбысты одан әрі әдемірек, таза шығару үшін қосымша гитарада мысалға 6 струна алса, бірақ струнада ойналмайды ғой, 6 струнамен бірге 4 струна, 3 струна бірге басып ойналады. Тура сол сияқты бұл жерде домбырада да үстімен қосымша басып, екі шекте бірге ойнап отырамыз. Енді қараңыздар, біз жерде бірінші үстіңгі шекті басып алайық. Бізде үстіңгі шекте не деп тұр? 5 деген сан тұр бірінші. Яғни үстінен бастап санайым. 1, 2, 3, 4, 5. Мына үстіңгі шектен 5-ші пернені мен бас бармақпен, яғни үлкен саусақпен басып аламын. Көрдіңіз ғой? Үстіңгі шекте 5 деп сан тұрса, үстіңгі шегінен 5-ші пернені басып аламын. Енді келесі астыңғы шекте бізде бірінші сан 4 деген сан тұр. Яғни 4 деген ол бізде, яғни 5-тің қасындағы, 5-тің алдындағы сан. Яғни мынау 5 болса, мынау 4. Сондықтан оны бірінші саусақпен басып аламын. Яғни үсті 5, асты 4. Енді келесі қағысты қараймыз. Тура сол 5 пен 4-тің астын қарасақ, бізде П деген әріп тұр. Яғни төмен қағыстан бастаймыз деп тұр. Яғни бір қағыс қақтық. Енді біз қазір пока үстіңгі шекке қарамай қойсақ болады. Өйткені үстіңгі шекте тек қана бізде 5 деген сан қайталанып тұр. Бұл сан бізде неше рет? 7 рет қайталанып тұр екен. Үстін 5-ті басып тұрамыз. Енді қазір пока что астыңғы шекке қарап отырамыз. 4-тен кейін біз қандай сан көріп тұрмыз? 7 деген сан көріп тұрмыз. Яғни мынау 4 болса, 5, 6, 7. 4-ші саусақпен мен 7-ші пернені басам. Үстін жібермейін, басып тұра берем. 4-ші саусақпен 7-ні бастым. Енді 7 саны мына жерде қарасаңыз 4 рет қайталанып тұр. 7, 7, 7, 7. Яғни оны мен осы 7-ші пернені басып тұрып 4 рет ойнаймын деген сөз. Яғни 7-ші пернені 4 рет ойнаймын. Түсінікті ғой?
Қағысына келетін болсақ, тура сол 7 мен 5-тің астын қарасақ, В деп тұр, яғни келесі жоғарғы қағыстан бастап мен 4 қағыс ойнаймын. 1, 2, 3, 4. 4 қағыс ойнадым. Енді 7-ден кейін бізде қандай сан тұр? 4 деген сан тұр. Яғни қайтадан 4-ке қайтып келемін. Бірінші саусақпен басындағыдай бір қағыс ойнаймын бұл жерге. И 4-тен кейін бізде 5 деген сан тұр. Яғни келесі екінші саусақпен келесі 5-ші пернені басам. Яғни бізде қазір үстінен де астынан да 5-ші перне тұр. Осы жерге бір қағыс ойнаймын. Бізде Еркемай әнінің бірінші бөлімі бітті. Осы бірінші бөлім сізге кішкене тез темппен ойнап көрсетейін. Яғни біз қазір осы әнді сізбен бірге үйрендік. Енді дальше келесі кетейік әрі қарай. Енді осы жерде үстіңгі шекке бір қарасақ, уже 7 деп тұр, енді көрдіңіздер ме? 5 деген сан бітті. Енді 7 саны қайталанып тұр. Яғни үстінен бас бармақпен мен 7-ші пернеге жылжимын. Мынау 5 болса, бізде 6, 7 міне. 7-ші перне. Астыңғы шекте не деп тұр? 5 деп тұр. 5-ші пернеден басталып тұр. Яғни бірінші саусақпен мен 5-ші пернені басам. 5-ші перне деген ол бізде мынау. Яғни үсті 7, асты 5. Енді қағысы тура 7 мен 5-дің астын қарасақ, П деп тұр, яғни төмен қағыс. Төмен қағыстан бастаймын. Енді астыңғы шектен 5-тен кейін бізде қандай сан тұр? 9 деген сан тұр. Яғни 4-ші саусақпен 9-ші пернені басам. 9 деген ол бізде мына перне. 9 саны да бағанағы 7 сияқты бізде 4 рет қайталанып тұр. 9, 9, 9, 9. Яғни 4 рет ойнаймын осы 9-ды басып тұрып. 1, 2, 3, 4. Так, келесі. Енді бізде 9-дан кейін қайтадан 5 деген сан тұр. Яғни бірінші саусақпен қайтадан 5-ке қайтып келемін. Басындағыдай бір қағыс ойнаймын бұл жерге. Енді 5-тен кейін бізде не деп тұр? 7 деп тұр. Яғни екінші саусақпен тура бас бармақтың астын, яғни 7-ші пернені басам. Үстінен де астынан да біз 7-ші пернені басасың деп тұр. Осы жерге бір қағыс ойнаймын. Енді осы екінші бөлімі сіздерге өзінің темпінде ойнап берейін, қараңыз. Так, енді дальше кетеміз. Бізде енді қазір бірінші қатарын бітірдік, енді екінші қатарға түсеміз. Екінші қатарда үстіңгі шекте не деп тұр? Қайтадан 5 деп тұр. Осы жерде турана бірінші бөліммен, яғни бас жағымен салыстырсаңыз, турана қайталауы, яғни тура басындағыдай қайтадан 4, 7, 7, 4, 5 деп қайталанып тұр, көрдіңіздер ме? Тура басында қалай ойнадық, тура солай. Яғни бұл жер бізде әннің қайырмасы. Білеміз ғой, әнде қайырмасы болады. Сол сияқты мына жерде тура Еркемайдың қайырмасы, яғни тура соны қайталап тұрмыз. Яғни үстінен қайтадан 5-ші пернеге қайтып келем, астынан 4. Бір қағыс ойнаймын, төмен. Келесі 4-тен кейін 7 деп тұр, яғни 4-ші саусақпен бағанағыдай, басындағыдай 4-ші саусақты ұстаймын, 7-ші пернені 4-ші саусақпен. Енді осы жерде 4 рет ойнаймын. 2, 3, 4. Өйткені 7 саны 4 рет қайталанып тұр. 7-ден кейін бізде қайтадан 4 деп тұр, яғни бірінші саусақпен қайтадан 4-ке қайтып келемін, бір қағыс ойнаймын. Енді 4-тен кейін бізде 5 деп тұр, яғни келесі пернені, 5-ші пернені екінші саусақпен ұстаймын да, осы жерге бір қағыс ойнаймын. Енді бізде соңғы бөлім қалды, 4-ші бөлім. Қарасаңыздар, 4-ші бөлімде тура 5-5 деп басталып тұр, яғни бізде 3-ші бөлім 5-5 деп аяқталды, 4-ші бөлім тура солай басталып тұр, яғни мен саусағымды өзгертпеймін, тұра беремін осылай. Енді осы жерге тағы бір қағыс ойнаймын. Келесі 5-тен кейін астыңғы шекте не деп тұр? 7 деп тұр, яғни 4-ші саусақпен 7-ші пернені ұстаймын. Бұл жолы 7 саны байқасаңыздар бір-ақ рет кездесіп тұр, яғни бір-ақ рет ойнаймын. Келесі 7-ден кейін біз қандай сан көріп тұрмыз? 4 деген сан көріп тұрмыз. Яғни бірінші саусақпен 4-ке қайтып келем. Бұл жолы 4 саны 2 рет кездесіп тұр, яғни 2 рет ойнаймын. Енді 4-тен кейін бізде 2 деген сан кездесіп тұр. Яғни бірінші саусақпен 2-ші пернеге барамын бас жағына. Осы жерде үстіңгі шекте қарасаңыздар, тура 0-0 деп тұр 2-нің астында, көрдіңіздер ме? 0 дегеніміз бізде шекті жібереміз деген сөз, ашық шекті, яғни баспаймыз деген сөз. Түсінікті ғой, мен қараңыздар, үстіңгі шекті басып тұрған жоқпын, жібердім бас бармағымды, тек қана астыңғы шектен 2-ші пернені басып тұрмын. Бұл жерге де мен 2 рет ойнаймын, өйткені 2 саны 2 рет кездесіп тұр. Енді керісінше астыңғы шекте 2-ден кейін біз 0 деген сан көріп тұрмыз, көрдіңіздер ғой. Яғни керісінше мен астын жіберемін, үстіңгі шекте 5 деп тұр. Яғни бас бармақпен қайтадан 5-ші пернеге үстінен басам. Яғни керісінше асты 0, үсті 5. Көрдіңіздер ғой. Енді осы 4-ші бөлімді сіздерге өз темпінде ойнап берейін. Тыңдап алыңыздар.
Жалпы сандық жүйе методикасы деген осы. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер вдруг түсінбей қалған жерлеріңіз болса, арасында маған жекеге жазып сұрасаңыздар болады, түсінбей қалған жерлеріңіз болса. Яғни осы методикамен біз кез келген күйді, кез келген әнді үйрене аламыз. Түсінікті ғой? Яғни тек қана біз бұл жерде санап отырып үйренеміз. Енді